Саламатсыздар ма ағайын? Қош келдіңіздер біздің арнамызға, біздің парақшамызға. Менің есімім Абзал Дүйсенбекұлы Малбасқанов, дәрігер-пульмонолог, торакалды хирург. Және де бүгін осы алдында айтып жүрген өкпе ауруындағы қабынулар қай жерде, қай деңгейде болады. Егер де сізге тағы да басқа тақырыптар қызық болатын болса, астына комментарий қалдырып жазып кетсеңіздер болады. Өткенде айтқандай біз осы уақытқа дейін трахеяны айттық, бронхты айттық. Бронхтан төмен тағы не бар екен бізде? Жалғыз ғана адамда бір өкпе дейміз, адамда екі өкпе, сол екі өкпеге екі бронх кетеді, сол бронхтың қабынуы бронхит дедік. Одан төмен бізде әрі қарай бронхиола болады. Себебі кеңірдекті қарайтын болсаңыздар, мысалға үйде енді мал соясыздар, қой сояйық дейік. Сол қой сойған кезде кеңірдекті алып, бала кезімізде деп үрлеген кезде ауа жіберіп, өкпе үрленетін шар сияқты болып. Енді сол кеңірдектің өзінде мынандай шеміршекті сақиналар болады. Сол шеміршекті сақиналардың арасында өзінің шеміршек емес басқа тіндер болады. Соның беті шырышты қабат болады, сол қабынады. Әрі қарай төмендеген сайын сол шеміршекті сақиналардың көлемі жоғала бастайды. Олардың қалыңдығы жұқара бастайды. Неге десеңіз, әрі қарай төмендеген сайын бронхтар жай ғана эластикалық қабілетін жоғалтпау керек. Былайша айтқан кезде қозғалмалы болу керек. Мен не үшін айттым, өкпе үрленеді деп. Егер де бронх үрленбей барлығы шеміршек болатын болса, сол қалпында бронхиалды таламыз қатып қалатын еді. Сол себептен ол да жиырылып отырады. Кальциолардың арасында сақиналардың ткань бар дедік қой, тін. Сол бір-біріне жабысқан кезде жиырылып отырады. Сонда төмендеген сайын бронхтарымыз біздің бронхиолаға айналады. Бронхиола оның қабынуын бронхиолит дейді. Қарап отырсаңыз, барлығы бізде ит екен. Сонда ит деген қабынуды білдіреді. Енді бронхиолитте қандай көріністер болуы мүмкін? Алдында айтып кеткендей, бронхтарда да, кеңірдекте де шырышты қабат қабынады. Қабынған сайын ол ары қарай егер дер кезінде тоқтатпасақ, қабыну өрши береді. Бронхиолит кезінде бізде шеміршек жұқарған, сол себептен шырышты қабат қабынған кезде оның диаметрі де кішірейеді. Мысалы, бронхты айтқан кезде бронхтың көлемі енді жобамен осында үлкен қылып алайық. Әрі қарай төмендеген сайын ол тіпті кішірейеді. Сонда бізде мына бронхиола қабынған кезде ине тығатындай ғана тесік қалып қалады. Сол себептен бронхиолит болған кезде көп адамдар суық тиіп ауырған кезде жай ғана бүйтіп отырған кезде ысқырып отырады. Естіп көрген шығарсыздар, там достарыңызда немесе туған туысқандарыңызда жөтел отқанда шиқ етіп ысқырып отырады. Сол бронхиолиттің белгісі деп айтсақ та болады. Бұл бронхтардың қабыну, өйткені ауаның өтуі қиын болады. Бронхиолит кезінде қандай көріністер болады? Әрине температура болуы мүмкін. Әрине ентігу басталады. Әрине қақырықтың көп мөлшерде шығуы, әрине жөтел. Адам әлсірейді, қалжырайды, шаршағыш болады. Сол себептен бұл аурудың бетін аулақ қылсын, соған дейін жеткізбеу керек. Бронхиолит болған кезде осы бағдарламаларға дейін антибиотик бастауға болмайды дедім. Әрине бұл кезде антибиотик бастап көрген жөн болады. Бірақ антибиотиктің де түрі көп. Себебі антибиотиктердің мысалға оны жайдан жай бөліп қоймағанбыз. Ол жаңағы осы инфекцияларды тудыратын ауруына сәйкес. Бактериялардың түрі көп. Грамм оң бактериялар бар, грамм теріс бактериялар бар. Және де бізде зеңдер бар, және де қарапайымды қоздырғыштар бар. Соған байланысты ең мықты әсер ететін антибиотик қандай деген сұрақ сізде туындауы мүмкін. Мен сіздерге айтарым, идеальный антибиотик жоқ. Сол себептен бізде көп жағдайда кең спектрлы антибиотиктерді қолданып жатамыз. Кең спектрлы антибиотик дегеніміз грамм теріске де, грамм оңға да әсер ететіні бар. Сосын тағы да айта кететін бір жайт, антибиотик тағайындаған кезде антибиотиктің барлығын бір адамға беруге болмайды. Кейбір антибиотиктер сүйектегі инфекцияға әсер етуі мүмкін, кейбір инфекция урологиялық жүйедегі асқыну инфекцияларға әсер етуі мүмкін. Кейбір антибиотиктер әрине өкпедегі инфекцияларға әсер етеді. Сол себептен барлығын жөнмен қолданған дұрыс. Одан бөлек антибиотиктердің өзінің кластары бар. Сонда бронхиолаларға қайтадан оралатын болсақ, бронхиолит кезінде қабыну қаттырақ жүреді. Әсіресе бронхиолит көбінесе кішкентай балдар шалдығып жатады. Үлкен кісілердің енді өкпесі кеуде осы үлкен болған соң бронхиолалардың қабынғаны
көп жағдайда білінбей кетеді. Кішкентай балалардікі өкпесі кішкентай болған соң бронхиолиттің көрінісі айқын болады да, ересектерде сәл басқашалау болады. Бірақ ол деген өзінен өзі емделіп кете қоймайды. Міндетті түрде дәрігерге қаралған дұрыс. Өйткені сіз жоғарғы тыныс жолы инфекциясын өткізіп алдыңыз, трахеяның қабынын өткізіп алдыңыз, бронхтың қабынын өткізіп алдыңыз, енді бронхиоланың қабынын өткізіп алатын болсаңыз, сіз ол кезде әрі қарай пневмонияға бір-ақ қадам. Сонда пневмонияға келген кезде ол тіпті басқа қабыну, ол жерде тіпті басқа көрініс. Сол себептен сіздерге тағы да бір сауалнама, өткен бағдарламаға сауалнамаға жауап берсеңіздер, өткендегі сауалнаманың ағзадағы барлығы жұп-жұпымен жаратылған болатын болса, ағзадағы жалғыз жаратылған дүние ол тіл. Тілдің күнәнің бәрі тілден болатын болса, сол себептен оны біреу ғана жаратып қойған себебі де сол шығар. Енді сіздерге қоятын сауалнама пневмонияның және де атипиялық пневмонияның, ковидтік пневмонияның айырмашылығын білген сізге қызық па? Егер де қызық болса, келесі бағдарламаға соны дайындаймыз.